Biz бүгін заң және тәртіп құндылықтар бойынша адалдық дүкені тақырыбында облыстық акцияға өзіміздің тобымызда ұйымдастырылған іс-әрекет өткізетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ересек тобымен әділ болу дұрыс дегенді білдіреді деген тақырыпта өткіземіз. Мақсаты мектеп жасына дейінгі балалардың адалдық, әділдік және өз әрекетіне жауапкершілік туралы баспалдақты түсініктерін дамыту. Біздің міндетіміз адал мінез-құлық туралы түсініктерді дамыту, өз бетінше таңдау жасау дағдыларын қалыптастыру, балалардың ережелер мен келісімдерді құрметтеуге тәрбиелеу және де балалардың әлеуметтік және адамгершілік дамуына ықпал ету. Балалар, біз міне кеңсе тауарлары дүкеніне келдік. Бұл дүкеннен қазір сіздер өздеріңіз қалаған заттарыңызды жетон арқылы сатып алатын боласыздар. Жетон дегеніміз қолымыздағы қолданбалы ақша түрі. Балалар? Ендеше балалар, кәне біз осы кеңсе товарларынан қандай заттарды көріп тұрмыз? Атайықшы. Балалар, мынау не балалар? Қайсы? Ал мынау? Желім деп айтамыз, Мынау? Өте жақсы. Ал мынау? Ермек сазбен жұмыс жасайтын тақтайша, Ал мынау ше? Мынау ше? Сурет салатын альбом, дұрыс айтасыңдар. Кәне, кім қандай зат сатып алғысы келеді екен? Арай? Сәлеметсің бе? Қандай зат сатып аласың? Сурет салатын альбом. Не алау? Сәлеметсің бе? Қандай зат сатып аласың? Картон. Алау. Сәлеметсің бе? Қандай зат сатып аласың? Тапу емес. Алау. Сәлеметсің бе? Қандай зат аласың? Мен қалам алам. Қалам?